қан жоғалтып жатыр екен, және де не болғанын түсінбей жүрдім ол кезде. Бір кезде бір күннен кейін білу себебі, мен қай күні ровдға алып келгенін білем, оқиға күнін салыстырған кезде мен өз еркіммен мен есімді жиған кезде өзім жазық далада жүр екенмін. Және де оянып, не болғанын түсінбей жазық даладан жолға машиналар өтіп жатты. Мен машиналарға барып, не болғанын білейін деп машина тоқтаттым. Және де екі автокөлік өтіп, бір автокөлік тоқтап, солар мені машинаға отырғызып, жолға тартқан болатын. Және де сол кезде маған мәлім болды не болғаны. Жалпы қай жерде ұстап сонда? Мен өзім қай жерде екенін білмеймін. Мен жазық далада болғаннан кейін машиналар есім жиып оянған кезде жолға машиналар өтіп жатыр екен. Сол жолға барып, машина тоқтатқан, көлік тоқтатқан болатын. Не үшін ол жаққа кетіп қалдыңыз? Ол жақ білмеймін ол кезде. Бағана айтқандай есім жоғалып қалған, не болғанын білмеймін. Өйткені менде де алдындары да бір күн, 2 күн, 3 күн, даже бір апталық есім жоғалып, не болғанын жүрмей өзім жүре бердім. Алдындары да. Сол кезде машинаңыз қайда еді, Мұқаса? Ол жағын білмедім, автокөлігім қайда екен. Сіз ұсталған кезде мұнайға қарсы қолданған пышақтар өзіңізбен бірге болды ма? Иә, сол мен өзім қалай кенгуру қалдарына сасам, біреуі осы жақта есім жиған кезде қайсысы қайратаңыз деді? Екі қалтамда, осы кенгуру қалтасында болды, екі пышағым. Екеуі екі қалтада ма, бір қалтада ма? Біреуі үлкен пышағым, кішкентай пышағым оң қалтамда болды да, жеңсеймін. Мен оянған кезде. Кейін екіншісі ұзын пышағым мына жағында болды. Және де жүруге ыңғайсыз болып жолға шығып жатқан кезде мен қалтамнан алып, екеуін де осы жақта сақ болған едім.